Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Көктем, жаздың күні терезелеріміз ашық тұрғаннан соң перделеріміз өте тез кірлеп, түсі де өзгеріп, өңі ашылмай қалып жатады. Сол кезде пердемізді аппақ етіп, қалай оңай жолмен ағартуға болатынын бөліспекпін. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, менің аппақ тюлем түсі сұрғылттанып, кір екені білініп тұр. Себебі күн ыстық болғаннан соң міндетті түрде терезе ашық тұрады, сондықтан сырттан және де үйдің ішінен де шаң болады. Мен бұл әдіспен міндетті түрде ай сайын немесе 2 айда бір жуып тұрамын. Кір, шаң болуына байланысты әр кезде әрқалай. Алдымен пердемізді шешіп аламыз, содан кейін кір жуғыш машинамызға саламыз. Бізге қарапайым аспирин мен ас содасы қажет болады. 1 шай қасық ас содасын порошок салатын бөлімге саламыз, ал 2 штук аспиринімізді перденің арасына салып жібереміз. Соданың үстінен, яғни порошок салатын жерге 2-3 ас қасық шығатындай порошок қосамыз. Және де ортаңғы бөлімге ополаскователь қосамыз. Ополаскователь ол міндетті түрде емес, мен иісі әдемі болып шығып тұрсын деп қостым. Енді кір жуғыш машинамызды қосамыз. Әр кімнің кір жуғыш машинасының опциялары әртүрлі болып келеді. Менде, яғни синтетикалық бөлімді қостым. Содан кейін пердеміз міндетті түрде 30 градуста жуылу қажет, яғни қатты ыстық болмау қажет. Және де оның сығу, яғни отжимды төмен көрсеткіште қою керек, 400-ге қойдым. Және де предварительный деген кнопканы бастым. Және де без складок, яғни қатты мұжылмайтындай етіп жуу үшін сол кнопканы басып қосып қойдым. Енді стартты басып кірді жууымызды бастаймыз. Яғни менде 1 сағат 23 минутта жуылып бітеді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай менің пердем жуылды, және де мен үтіктеп іліп қойдым. Өте аппақ болып, өңі кіріп, тап-таза болып қалды. Бұл әдісті үйіңіздегі барша перделеріңізге, яғни тюльдарыңызға пайдалансаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіз.